Баршаңызға сәлем. Бүгін біз фаршталған қимақтар дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Жұмыртқа, ас содасы, тұз және де ұнымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Егер қамырымыз сұйық болса, кішкене су құйсаңыз болады. Қызып тұрған табыда қимақтарымыздың барлығын қамыр біткенше пісіріп аламыз. Енді осы табамызға аздап май құйып, тұз салып, фаршты дайын болғанша қуырып аламыз. Қимақтарымыз осындай нәзік, жұмсақ, әрі жұқа болып шықты. Енді қазір біз осыларды фарштаймыз. Қимақтың ортасына дайын болған фаршымызды салып, видеодағыдай етіп ораймыз. Және осылай барлық қимақпен жасап шығамыз. Міне біздің қимақтарымыз дайын, олар өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа керемет тойымды әрі дәмді болады. Баршаңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк қойып каналыма жазылуды ұмытпаңыз.